Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен қысқа қияр тұздайтын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен қиярды жақсылап жуып аламыз. Жуылған банкамызға укроп, петрушка, болгар бұрышы, чеснок және горошек қара бұрышын саламыз. Одан кейін рет-ретімен қиярды сала береміз. Мен осылай тұрғызып салған жақсы көрем. Өйткені көп қияр сияды және банкамыз әдемі болып шығады. Байқағандарыңыздай, мен банканы парға ұстаған жоқпын. Сіздер күмәндансаңыздар, банканы пар етіп алсаңыздар болады. Енді үстіне қайнап тұрған ыстық су құйып, қақпағын жауып, жарты сағатқа қойып қоятын боламын. Келесі банкілерімізде дәл осылай барлығын салып шығамыз. Жарты сағат өткен соң банкадағы суды төгіп, оған бір қасық тұз, бір қасық толтырмай қант және бір аспирин салып, қайнап тұрған ыстық су құйып, қақпағын закрывашкамен жауып тастаймын. Осымен банкілер дайын. Төңкеріп, жылы жерге орап қоямыз.